Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Осыдан бірнеше сағат бұрын бізге жеткен шұғыл ақпаратта Киевте саяси баспана алып тұрақтап қалған қазақтың Аппаз Сенер журналисті, Аппаз Сенер күрескері Айдос Садықовты белгісіз біреулердің атып кеткендігі туралы хабарды біз ағылшын тіліндегі украин баспасөзінен аударып сіздерге жариялап, Атажұрт WhatsApp каналында және Серікжан Біләшұлы Telegram каналында және Нағыз Атажұрт YouTube каналының коммунити бөлігінде жариялаған болатынбыз. Енді Айдостан тағымды жаңалықтар бола ма деп күттік. Өкінішке орай қазірге дейін Айдостан ешқандай хабар жоқ. Ол өте ауыр жағдайда әлі жатыр екен. Ендеше осы хабарды сіздерге тікелей эфирде жеткізуді жөн көрдік. Ендеше бұл хабар RBC Ukraine баспасының 2024 жылы июньнің 18 күні түстен кейінгі сағат 3-тен 20 уақыт өткенде жариялаған ақпарат, ағылшын тілінде жазған ақпарат. Shooting incident happened with Kazakh opposition journalist in Kiev дейді. Қазақтың оппозициялық журналистін жаңағы атып кетті Киевте дейді. Киевте қазақстандық оппозициялық журналисті атып кетті. Бүгін Киевтің Шевченко ауданында атыс болды. Бұл қазақстандық оппозициялық журналист Айдос Садықов туралы болды. Оқиға туралы толығырақ төмендегі материалдарда жазылады. Оқиға туралы бірінші болып Украинаның ұлттық полициясы хабарлады. Олардың баспасөз қызметінің хабарлауынша 102 нөміріне Шевченко ауданындағы В. Ярмоли көшесінде оқ дауысы естілген туралы қоңырау түскен. Тергеу барысында белгісіз біреудің ішінде ер адам мен әйел адам болған көлікке жақындағаны анықталды. Шабуылдаушы ер адамға оқ атып, кейін оқиға орнынан қашып кеткен. Әйел зардап шекпеген. ЖБК Украина кейін құрбанның қазақстандық оппозициялық журналист Айдос Садықов екенін айтты. Қазіргі оқиға орнында барлық тиісті қызметтер жұмыс істеп отыр. Құзырлы органдар оқиғаны құқықтық біліктілігін анықтауда. Атқан адамды іздестіру жұмыстары жалғастыруда. Айдос Садықов кім? Айдос Садықов Қазақстанның Ақтөбе облысындағы Ресей шекарасына жақын Қарабұлақ ауылында дүниеге келген. Ақтөбе педагогикалық институтының тарих факультетін бітірген. Садықов өз елінде қылмыстық қудалауға ұшырады. 2010 жылы ол бұзақылық жасады деген айыппен 2 жылға бас бостандығынан айырылды. 2012 жылы бостандыққа шықты. Ол және оның жақтастары тағылған айыптар ойдан шығарылған деп мәлімдеді. Садықов азаматтық белсенділік танытып, наразылық акцияларын ұйымдастырды. Ол оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы ЖСДП-ның Ақтөбе облыстық филиалының жетекшісі болған. Партиядан кеткеннен кейін ол Қытайлық CNPC Ақтөбе мұнайгазда мұнай компаниясының кәсіпорындарында оппозициялық Гастат азаматтық қозғалысын және тәуелсіз қоғамдық кәсіподақ құруға әрекеттенді. Садықов әйелмен бірге YouTube'те Қазақстан билігі менен олигархтарды сынайтын бәсе арнасын басқарады. Ол сондай-ақ 2022 жылдың қаңтарында Қазақстандағы наразылық шерулеріне қолдау көрсеткенімен танымал болды. Сол кезде оларды басу үшін ОДКБ әскерлері орналастырылған еді. 2023 жылдың қазан айында ол Қазақстанда араздықты қоздырды деген айыппен іздеу жарияланған болатын. Оның соңғы видеосы бүгін Қазақстан президенті Ресейдің ықпал ету агенттерінің қуыршағына айналды деген тақырыппен жарияланған болатын. Міне бұл Айдос Садықов туралы біздің сіздерге аударып жеткізген бірінші ақпаратымыз болатын. Содан біз ақпаратты күтіп отырдық. Сөйтсек, ақпаратта өзге де бір жаңалық бола қойған жоқ. Сонымен біз тағы да Киевтегі атыс туралы ағылшын тіліндегі бір ақпаратты сіздерге аударып жеттік. Киевтегі атыс. Қазақстандық журналист Айдос Садықов жарақат алды, жағдайы өте ауыр. Бұл Киев уақыты бойынша 2024 жыл 18 июнь 15:54-те, яғни Киев уақытыменен түстен кейінгі сағат 4-ке жуық. Киев қалалық прокуратурасының процессуалдық қадағалауымен Қазақстан азаматы 56 жастағы журналистті өлтіруге оқталу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Бұл туралы Сензор.нет
Киев прокуратурасының баспасөз орталығына сілтеме жасап хабарлады. Алдын ала мәлімет бойынша қаруы бар белгісіз біреу жәбірленуші мен оның әйелі отырған көлікке жүгіріп жетіп, ер адамды атып тастаған. Содан кейін қашып кеткен. Кісі өлтіруге оқталу Елорданың Шевченский ауданында ерлі-зайыптылар тұратын үйдің жанында болған. Жәбірленуші мен оның журналист әйелі 2014 жылдан бері Украинада тұрады және босқын мәртебесіне ие. Ер адам қазір ауыр халде ауруханада жатыр делінген хабарламада. Тәртіп сақшылары шабуыл жасаған адамды анықтау шараларын жүргізіп жатыр. Жәбірленуші туралы не белгілі? New Voice хабарлауынша, бұл Қазақстан билігін сынаумен танымал болған қазақстандық оппозиционер Айдос Садықов, қазақстандық журналист, бәсе оппозициялық интернет бұқаралық ақпарат құралының басшысы жұбайымен бірге басқаратын YouTube-тегі арнасында ол қазақ билігі менен олигархтарды сынайды. Ол 2022 жылы Қазақстандағы наразылық шерулерін басу үшін ОДКБ қауіпсіздік, яғни ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әскерлерін жіберген кездегі шерулерді қолдаумен танымал. 2023 жылдың қазан айында оппозиционерге әлеуметтік, ұлттық, рулық, топтық немесе діни араздықты қоздырды деген айыппен Қазақстанда іздеу жарияланған болатын. Сензорнет бұдан бұрын хабарлағандай, 18 маусым күні түсте Киевтің Шевченский ауданында белгісіз біреу көлікте әйелімен бірге отырған ер адамды атып кеткен. Міне Айдос туралы ақпарат. Енді Twitterдегі жаңалық бұл Next журналы, Next TV-дікі жаңағы Hormatsky Kazakh opposition activist Aydos Sadikov was shot in Kiev. Бүгін Киевте қазақстандық оппозиция белсендісі Айдос Садықовқа оқ тиді. Ол қазақ билігін сынаумен танымал. Қазақстан деген ақпараттар жарияланды. Қысқасы, Айдос Садықов туралы біз қолымыз жеткен ақпараттарды сіздерге аударып жеткіздік. Енді бұл туралы өз көзқарасымыз. Айдос бәсе арнасын әйел екеуі жүргізеді. Білесіздер, бұл орыс тілді аудиторияда ықпалы өте күшті арна. Және бұл бәсе YouTube арнасы осыған дейін Қазақстан қоғамындағы былықшылықтарды әшкерлеумен танымал болды. Айдос өте қарапайым халықтың ішіне дендеп енген азамат, жүрегіне кірген азамат. Ол осы қаңтар қырғынын әшкерелеу, биліктің қылмысын әшкерелеуде Айдостың еңбегі ерен болатын. Мен қазақ тілді қазақпын, олар орыс тілді қазақ еді. Біз бір-бірімізбенен тым таныста емеспіз. Бірақ Айдосқа жасалған бұл қастандық тұтас қазақ ұлтына жасалған қастандық. Міне Айдосты Киевте оққа ұстаған зұлым билік, міне екінші бір журналист қазақ жерінде жүріп күрескен, және ол қоғамның әр жігімен, тіпті сол керек десең шетелдегі оппозиционер Әблязовпен де, керек десең биліктің маймыл титушкаларымен де емін-еркін сөйлесіп, Қазақстанда жеңіл тақырыпты да, орташа тақырыпты да, ауыр тақырыпты да көтере алатын бір журналист болып танылған Думан Мұхаммедкәрімді қазір 1 жылдан бері түрмеде азаптап ұстап отыр. Думан Мұхаммедкәрімді 1 жылдан бері түрмеде азаптап ұстап отыр. Ал адамдық құқық конвенцияларына сай журналистке өлім жоқ, елшіге өлім жоқ, тілге еркіндік. Бірақ Қазақстан билігі міне қазақ тілді аудиторияда туыстаушы болып, қоғамның әр жігіндегі адамдармен, қайталап тұрып айтам, қоғамның әр жігіндегі адамдармен, шынайы оппозиционерлермен де, маймылдармен де, биліктің титушкаларымен де сөйлесіп, олардың өздерінің ойын қоғамға жеткізетін бір платформа болып қалыптасқан. Тіпті шетелдегі оппозиционер Әблязовпен сұхбат жасағандығы үшін, міне Әблязовпен сұхбат жасаған үшін айып тағылып, істі болып, экстремизмді қолдады деген айыппен, міне 1 жылдан бері Қапшағай түрмесінде неше түрлі қорлық, зорлық көріп отырған Думан Мұхаммедкәрімді ойлаңыздар. Міне бұл аталмыш су жаңа Қазақстан. Аталмыш су жаңа Қазақстан. Міне бұл демократия ма? Қараңыздар, демократиялық елдерде, Шығыс Еуропада, Польшада, Латвия, Литва, Эстонияда, Еуропада бұрынғы Совет қамытынан шыққан
Балтық елдерінде, Латвия, Литва, Эстонияда. Бұрынғы Советтің қамытынан шыққан Венгрияда, Польшада, Румынияда, бұрынғы Чехословакия, Югославияның елдерінде. Қазір осындай советтік диктатура қалды ма? Жоқ, бәрі еркіндік. Қалаған жұрт президентті жерден алып жерге салады. Қалаған жұрт биліктің ұнатпаған істерін сынайды. Қалаған жұрт қоғамдағы ұқсамаған көзқарастарды жаңағы ашыққа, жарияға шығаралады. Ал біздің зұлым Тоқаевтық, Назарбаевтық жүйе міне ел ішінде бір журналистті қамап, азаптап, қорлап, өлімге мәжбүрлеп түрмеде ұстап отыр. Екінші, міне Киевте бәсе YouTube арнасының жүргізушісі оппозиционер Айдосты міне оққа ұстады. Сіздерге бір нәрсе екі бастан анық болу тиіс. Ешқашан ұйықтамай жатып түс көрмеңіздер жаңа Қазақстан деп. Егер кімде-кім Тоқаев жаңа Қазақстан құрады десе, онда ол жаңа Қазақстан құрады деген осы сенімге сенсе, онда жаңа Қазақстанның сиқы осы. Бұл қанды Қазақстан. Егер Тоқаевтың құрам деген жаңа Қазақстан осы болса, онда бұл азапты Қазақстан. Бұл қанды Қазақстан.